YouTube ашсаң жасау керек іс-әрекет. Бүгінгі контентімді аудио түрінде ерекше жасадым. Соңына дейін тыңдаңыздар. Осы іс-әрекетті жасасаңыздар, 100% сеніммен айта аламын, бір жылдың ішінде монетизация қосылады. Ең бірінші әрекет, YouTube ашқан кезде туған туыс, достар, тамыр таныс ешкімге YouTube ашқанымызды айтпаймыз, ссылкаларымызды подписаться етші деп жібермейміз. Не үшін? Себебі олар сіздің потенциальный аудиторияңыз емес, олар өлі аудиториялар. Просто ана жақта цифр жасап тұратын, видеоңызды ешқашан көрмейтін аудитория. Мысалы қараңыздар, сіздің видео салдыңыз, сіздің видеоңызды басқа бір адам көрді, бір адам көрді. Қараңыз, ол даже подписаться еткен жоқ, просто көрді, до конца көрді видеоңызды. Келесі жолы YouTube ойлайды, ана адам ана видео ұнапты, значит, келесі жолы да басқа видеоларыңызды көрсете бастайды сол адамға. Ол сіздің 2-3 видеоларыңызды көреді, ұнатады, подписация етеді. Түсіндіре алдым ба? Яғни видеоңызды көру арқылы подписка жасайды. Сол кезде YouTube түсінеді уже, ана адамға мынау канал ұнады, мен енді осы каналды көрсете берем, осы сияқты видеоларды көрсете берем дейді. Яғни ал егер біз солай ссылкаларымызды бүкіл туысқандарға жіберсек, например, подписаться етіңдер, YouTube аштым деп, олар сіздің даже видеоңызды қарамайды, олар ссылканы басады, подписаться еткендер просто подписаться етеді, болды, шығып кетеді. Ал YouTube түсінбейді. Бұл адам просто подписаться етті, видеоны даже көрген жоқ. Ол YouTube түсініп тұр. Ол адамға туысқаныңыз қандай видеолар көретінін, қандай каналдарға подписаться етіп жүргенін, ол YouTube канал түсініп тұр. Яғни ол туысқандарыңыз қандай видео көреді, соған байланысты видеолар шығарады оған. Ал сіз егер бірінші күннен бастап 20-30 шақты адамы бар чатқа жіберіп жіберсеңіз, например, подписаться етіңдер, YouTube аштым деп, например, ешқайсысы қарамайды, кірмейді, просто подписка жасайды, и 20-30 шақты адам просто тұрады ана жақта, и YouTube түсінбейді. Оған қандай видео көрсетем сонымен деп ше, оның көріп жатқан видеосы басқа ғой, ол не үшін на каналға кетіп қалды деген сияқты, и сіздің каналыңызды да түсінбейді. На адамдар вообще көрмеді сіздің видеоңызды, например, мен қандай аудиторияға көрсетем сонда деп жолдың басында уже YouTube'дың аналитикасын сіздер не істеп тастайсыздар, тоқтатып қоясыздар уже. YouTube тоқтап қалады сөйтіп ол бір ай бойы ешкімге қалай не деп көрсетерін білмей, ешқандай просмотр жинамай қалады дегені де осыдан. Яғни біз ссылкаларымызды барлығына жайып жібереміз. Екінші әрекет, ниша таңдау мәселесі. Қараңыздар, ниша таңдаған кезде, бір YouTube канал ашқан кезде, ол любой адамда болады, кез келген адамда болады, 100% адамда болады. YouTube ашар кезде біз ойлаймыз, ананы көреміз, мынаны көреміз, идеяны, теманы жан-жақтан қарастырамыз біз. Ананы ашайын ба деген сияқты. И сол кезде бізге мынандай бір ой келеді, любой адамда болады. Ол, мынау идея күшті екен, мынау маған жұта ұнап тұр, осыны жасап көрейін ба деген сияқты идея келеді. Жүрегіңізге жақын бір тема келеді. Вот сол темадан бастаңыз. 100% айтайын, осы темадан бастаңыз, потому что сіз басқа жақта айналып келіп, дәл сол темаға қайтадан келесіз. Потому что ол теманы сізге Алла тағала салып тұр жүрегіңізге, ойыңызға. Ол бекерден бекер ойыңызға келмеді, ол Алла тағала берді. Вами управляет Алла тағала. Яғни сізге бір ой келді ма сондай, ол Алла тағаладан келген ой. Ол бекерден бекер келмейді. Яғни сол жақта бір нәрсе бар, что сен ісіңді сол жақтан бастайсың, ол сені солай жол ашылады, и сені сол басқа бір жерге алып барады деген сөз. Яғни стопудово сол нишамен кетесің деген сөз емес, ол нишаңыз өзгеруі мүмкін, это нормально. Бірақ жолдың басы содан басталу керек деген мәселе бұл жерде, понимаете? Сол үшін сондай бір идея келген кезде өтінем сіздерден, прям сразу жасаңыздар. Сразу бір болатын болды ма, бір құм моншақтарды алып салу болады ма, немесе сурет салу болады ма, тамақ туралы болады ма, соны просто жасаңыз. Ол сізді бір жолға алып барады, көресіз. Үшінші әрекет, ол как план сияқты, бірақ мен қадам деп айтар едім. Бірінші қадам, екінші қадам қараңыз. Ол қалай болады? Міне, бірінші қадам Google аккаунт ашу. Екінші қадам YouTube канал ашу. Үшінші қадам фото названиясын қою. Төртінші қадам телефонын тіркеу, видео верификация жасау. Бесінші қадам видео жүктеу деген сияқты. Каждый этап қадамдарыңыз бар ғой, жасау керек. Соны қадам деп жазыңыздар. И жасаған кезде галочка. Вот этот галочканы қою сізді қандай бақытты ететінін бір білсеңіз, это реально.
видео салу жүктеу галочка дейсіз, например, потом келесі аптаға 3 видео салып қою деп қадам деп жазасыз, сол 3 видеоңызды жасайсыз, тоже галочка деген кезде өте бақытты боласыз. Еще оған просмотр, подписчик солай жасалынған кезде, яғни тұрақты түрде солай жасап отырасыз ғой, и солай каждый раз галочка сізді сенімділік береді сізге, самоуверенность, не то что самоуверенность, вот этот андай не бар ғой, қанағаттану бар ғой, яғни өзіңнің жасап жатқан ісіңнен өзіңнен қанағаттану сезімі бар. Вот сол сезім өте керемет сезім. Именно қадам деп каждый пунктты и галочка қоюды ұмытпаңыздар. Бұл өте қатты сізге көмектеседі. Сонымен ең маңызды 3 әрекеттер осы. Туған-туысқандарымызға айтпаймыз. Ең бірінші жүрегімізге жақын қандай идея келеді, сол идеядан бастаймыз. Және де үшіншісі қадам деп әрбір пунктымызды жазып галочка қойып отырамыз. Яғни бұл әрекеттердің барлығы тек қана өзіңізбен ғана жұмыс істеуді сізге үйретеді. Яғни ешкімге көрсетпей, ешкімге міндетсінбей, мен жасап жатырмын деген сияқты андай бір қалпымызды көрсетпей, тек қана өзімізге дәлелдеу үшін жасалынатын әрекеттер. Яғни сол кезде ғана сіз бір нәтижесін көресіз, жетістікке жетесіз. Бізді ары қарай ынталандыратын әрекеттер. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Пайдалы болды деп сенемін.